Сәлеметсіңдер ме балалар, математика 3 сынып 35-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 8-9 сандарын көбейту және бөлу кестесі. Бірінші есептер жақсылық пен жамандық тақырыбындағы және жануарлар туралы қандай ертегілерді білесіңдер? Команданың әрбір секіргені 8 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде қанша бірлік болады? 8 бен 8-ді көбейтсек 64, 8 бен 9-ды көбейтсек 78, 9 бен 8-дің көбейтіндісі 72, 64 бен 8-дің бөлінісі 8, 72 мен 8-дің бөлінісі 9, 72 мен 9-ның бөлінісі 8. Қоянның 3 рет секіргені 8 көбейту 3, 24, қоянның 6 рет секіргені 8 көбейту 6, 48, қоянның 8 рет секіргені 8 бен 8-дің көбейтіндісі 64. Екінші қоянның әрбір секіргені 9 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргенде неше бірлікке тең болады? 9-ға көбейту және бөлу кестесін толықтыр. Қоянның 3 рет секіргені 9 көбейту 3, 27, қоянның 6 рет секіргені 9 көбейту 6, 54, қоянның 8 рет секіргені 9 көбейту 8, 72, 9 мен 9-ның көбейтіндісі 81, 9 бен 81 мен 9-ның бөлінісі 9, 81 мен 9-ның бөлінісі 9. Үшінші, 9 басты айдаһардың әр басы түскі аста 2 бәліштен жейді. Айдаһар түскі асқа барлығы қанша бәліш жейді? Әр басы 2 бәліш. Бас саны 9, 2 мен 9-ды көбейтсек 18 бәліш. Айдаһар түскі асқа барлығы 18 бәліш жейді. Кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар. Бірінші қорапта 4 килограмм, 8 қорапта қанша килограмм? Жалпы массасын табу үшін масса мен санына көбейтеміз. 4 килограмм көбейту 8, 32 килограмм. 8 қорапқа 32 килограмм алмас алынды. Екінші, 8 қорап 32 килограмм. Бір қорап қанша килограмм? 32-ні 8-ге бөлсек 4 килограмм. Бір қорапқа 4 килограмм алма сияды. Бір қорап 4 килограмм. 32 килограмм белгісіз қанша қорап? 32-ні бөлеміз 4-ке 8 қорап. 8 килограмм алма, 8 қорап, 32 килограмм алма 8 қорапқа теңдей салынды. Бесінші есеп. 8 тобатайға 64 литр сүт құйылды. 32 литр сүтті құю үшін осындай қанша тобатай қажет? Тобатай сүт құюға арналған ыдыс. 8 тобатай 64 литр, 32 топ белгісіз. 64-ті 8-ге бөлсек 8 литр бір тобатайға. 32-ні 8-ге бөлсек 4 тобатай. 32 литр сүтті құю үшін 4 тобатай қажет. Алтыншы есеп бойынша өрнек құрастыр. Аса үй иесі қойларын қырқып жүнін базарға апарып сатты. Ол бір қойдан 7 килограмм жүн қырықты. Егер базарға 56 килограмм жүн апарған болса, онда ол неше қой қырыққан? Бір қой 7 килограмм, 56 килограмм белгісіз. 56-ны 7-ге бөлсек 8 қой. Үй иесі 8 қой қырыққан. Әсіне, егер ол бір қойдан 6 килограмм жүн қырықса, онда 8 қойдан қанша жүн алынады? Бір қойдан 6 килограмм, 8 қойдан белгісіз. 6-ны 8-ге бөлсек 48 килограмм. 7 есепте. Жақша ішінде 64 мың қосу 85 мың, азайту 48. 64 мыңнан 85 мың қоссақ 150 мың, 150 мыңнан 48 мыңды азайтсақ 102 мың. Келесі есеп 500 мың азайту 69 мың, азайту 452 мың тең болады 343 мың. 175 мың қосу 900 мың азайту 465 мың тең болады 610 мың. 850 мың азайту 360 мың қосу 185 мың тең болады 305 мың. 8-ші есеп. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. Бізде бірінші, екінші, үшінші амалдары берілген. Асында жақша ішінде 36, азайту 27, бөлу 3. Ол жақша іші бірінші амал. 36 мен 27-ның айырмасы 9, 9 мен 3-ның бөлінісі 3. Әсінде 5 көбейту 4 қосу 7 көбейту 5 тең 55. 5 мен 4-ның көбейтіндісі 20, 7 мен 5-ның көбейтіндісі 35, 20 мен 35-ның қосындысы 50. Үшіншісінде бізде бірінші амал 67, азайту 37 тең 23, екінші 7 көбейту 2, 14, екеуі де жақша алынады, сонда 23 мен 14-ті азайтсақ 9 болады. Осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.